Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі қазақ тілі сабағы өткен шақ етістігіне арналады. Етістік 3 шақта болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты етістікті тиісті шақта қолдану. Сабағымыздың дескрипторы етістікті өткен шақта қолдана аласыңдар, мәтіннен өткен шақты таба аласыңдар. Олай болса балалар, сендерге сәттілік. Жаңа сабаққа көшейік. Өткен шақ іс-әрекет қимылдың сөйлеп тұрған уақыттан бұрын болған және аяқталған іс-қимылды білдіреді. Мысалы, мен үй тапсырмасын жаздым. Көркем гүл отырғызды. Арман ауылға барды. Балалар, мұндағы етістіктер өткен шақта тұр. Жаздым, отырғызды, барды. Себебі іс-әрекет аяқталып тұр. Өткен шақ сұрақтары: не істедім, не істедің, не істеді? Егер сұрақтарға назар аударсаңдар, бұл сұрақтар 3 шақта тұр. Яғни жіктеліп тұр. Мен не істедім? Сен не істедің? Ол не істеді? Яғни өткен шақ етістіктері жіктеледі екен. Мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтінге мұқият қараймыз, қазір бірге оқимыз. Адам ерте кезден-ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні бұрынғы кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Балалар, енді осы мәтін бойынша етістіктерді тауып, қашан болған істі білдіретінін және қай жақта тұрғанын тауып көріңдерші. Және ол етістіктерге сұрақ қою керек. Жақсы балалар, олай болса, өзімізді тексеріп көрейік. Білуге тырысқан. Не істеген? Ашылды. Не істеді? Ұшырылды. Не істеді? Міне балалар, бұл өткен шақта тұрған етістіктер. Себебі іс-әрекет аяқталып тұр. Жарайсыңдар. Жазбаша жұмыс. Берілген етістіктерді, яғни оқы, қатыс, біл етістіктерін өткен шаққа қойып, сөйлемдер құрап жазыңдар. Жазбас бұрын балалар, сендерге бір етістікті жүктегім келіп тұр. Өткен шақта. Оқы. Мен оқыдым. Сен оқыдың. Ол оқыды. Ал бала, енді сендердің кезектерің. Өздерің қалған етістіктерді жүктеп көріңдер. Жақсы балалар, сендердің қолдарыңнан келді деген ойдамын. Ары қарай сабағымызды қорытындылайық. Өткен шақ іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Және не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Үйге тапсырма. Ережені жаттаңдар және оқы, қатыс, біл етістіктерін өткен шаққа қойып, сөйлемдер құрап жазыңдар. Сендерден керемет жұмыстар күтемін. Жақсы балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.